Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, пайдалы, жеңіл, майонезсіз жасалатын алмұрт қосылған салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, жаңа видеолар жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қойыңыздар. Салат үшін бізге алмұрт, қызанақ, қияр, салат жапырақтары және де айсберг қажет. Алдымен алмұртты тураймыз. Алмұрттың жарты бөлігін қолданамын. Жарты бөлігін декор ретінде қолданамын. Бірақ сіз толығымен салатқа турап жіберсеңіздер болады. Видеода көрсетілгендей алмұртты тазалап, содан соң жарты бөлігін төртке бөлеміз. Содан соң қиғашынан турап шығамыз. Яғни ромбик қып тураймыз. Сонымен қатар қияр мен қызанағымызды дәл осылай турап шығамыз. Салатымыз өте жеңіл, майонезсіз жасалады және де диетический салат, пипи салат болып саналады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Үйлеріңізде қалып кеткен жартылай қияр немесе жарты қызанақ болса, осы салатқа қосып жіберсеңіздер болады. Себебі біз жарты бөлігін ғана қолданамыз. Егер де алмұртты төртбұрыш қып турап қойсаңыздар, онда қияр мен қызанақты да төртбұрыш қып тураймыз. Бірақ ромбик қып өстіп қиғашынан турасаңыздар, салатымыз әдемі көрінетін болады. Осы көкөністерден бір үлкен тарелка салат шығады. Егер отбасыңыз үлкен болса, онда жарты емес, бір бөлігін толығымен турап, екі үлкен тарелка салат шығарсаңыздар болады. Турап болған көкөністерімізді шұңғыл ыдысқа саламыз. Содан соң осында салат жапырақтарын үзіп қосамыз. Салат жапырақтарын қосып болған соң, айсберг 40 қабатын қосамыз. Айсберг 40 қабатынан бізге бір 30 граммдай қажет болады. Видеодағыдай тураймыз, немесе қолмен сындырып қоссаңыздар да болады. Осымен көкөністерімізді турап болдық. Енді салатымыздың соусын жасаймыз. Соус үшін бізге бір дана, яғни 100 грамм клубничный йогурт қажет, және де зернистая горчица қажет. Осы йогуртымызға бір шай қасық зернистая горчицадан қосамыз. Жақсылап араластырып, салатымызға қосамыз. Салатымызға қосқаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Салатымызды араластырып болған соң, алмұртымыздан декор жасаймыз. Астын алып тастаймыз. Содан соң үстін екіге бөліп, ортасын тазалап аламыз. Яғни ортасын алып тастаймыз. Енді осы алмұртымыздан видеода көрсетілгендей декоративная нарезка жасаймыз. Дәл осылай екінші бөлігінде турап аламыз. Жалпы декоративный нарезка жасау міндетті емес. Оның орнына осы жарты бөлігін салатқа турап жіберсеңіздер де болады. Бірақ қонақ күтіп жатсаңыз, немесе арнайы мерекелік дастархан ұйымдастырып жатсаңыздар, осылай декоративный нарезка арқылы салатымызды әдемі етіп ұсынуға болады. Турап болған алмұртымызды тарелкамыздың ортасына қойып, жан-жағына салатымызды салып шығамыз. Өте дәмді салат, міндетті түрде жасап көріңіздер.
Осымен біздің салатымыз дайын. Егер бальзамический крем болса, үстінен сеуіп жіберсеңіздер тіптен әдемі көрінетін болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Лаура. Видеоны аса лайкпен қолдап қойыңыздар. Жаңа видеоны жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қойыңыздар.